төрағасы Жұмадағы жүздесу газетінің бас редакторы Қажымұқан Қабдуллаға сөз береді. Қадірменді қалай ардақты ағайын. Шыны керек, негізі қазақтың жетаңдай әншісі Бибігүл Төлеген апамды жақсы көремін. Оның әндерін күллі саналы ғұмырымда тыңдап келемін. Бірақ туған қазақ тілін жауларымызға жығып берген апамыздың сөздерінен кейін ойланып қалдым. Жалпы мына қатыгез тіршілікте бізге жиі таңдау жасауға тура келеді. Бұл тағдырдың қатал сыны. Қазір бізге қазақ тілі керек пе деген сауал емес. Қазір мен шын мәнінде қазақпын ба деп әрқайсымыз өз-өзімізге сұрақ қоятын таңдау кезеңі келді ағайын. Биліктен қорқып, үркіп, қалтыраған мүсәпір күйдегі келесі бір әнші Қыдырәлі Болманов өзінің қазақ екенін немесе емес екенін өзі шешсін. Қазақтың егемендіктегі соңғы 20 жылында тау осындай жалтақтық пен соқылдақтық қазақтың тілінің аяғына тұсау болып нағыз сорына айналды. Қазақ елінің конституциясынан орыс тілінің мәртебесін жоймау керек деген пиғылдағы барлық партияның төрағалары, соның ішіндегі өзіміз деп жүрген, кеше қол қойып әйгілі хатқа артынан қол қоймақ деген оппозициялық партияның төрағаларына Ресейге шұғыл түрде көшіп кетулеріне ұсыныс айтамын. Өйткені ерте ме, кеш пе қазақ елінің ата заңында орыс тілінің мәртебесі мүлдем жойылады. Сол кезде ол кісілерге қазақ елінің даласы жат болып қалмақ. Қазақ тілінің арқасында қазақтың нанын жеп суын ішіп жүрген Герольд Бергер ағамыздың қазақ тіліне, ұлттық құндылықтардың өркендеуіне орыс тілі, орыс мәдениеті, орыс тілі әдебиетінің ешқандай кінәсі жоқ деп сырылдағанына сонда кім кінәлі деп қайтадан сұрақ қойсам, ол маған жауап табылмас еді. Мен айтайын дегенім, біздің қазақ тілінің жауларының басым бөлігі осы өзіміздің араларымызда жүр. Біз олармен күн сайын дастархандас болып жүрміз. Жай күндері мынау қазақ тілінде жыр жазып, қазақша ән салып, жай күндері қазақ тілінің жанашыры сияқты қайраткерлеріміздің осындай ұлт намыссыз алған тұста қазір қайрат таныта алмай, сормаңдай болған күй қалай? Менмін деген марғасқа сымақтардың үркердей үркіп, қояндай қалтырап, орыс тіліне қарсы шықпайдық па деп жанұшыры ақталған бешар асқындары желкелістен басқа ештеңе тудырмайды. Мен қысқаша айтсам, мынау менің тас сенімімше мына өзінің ана тіліне қарсы шыққан адамдардың ата-бабалары ғасырлар бойы құлдық пен күңдікте өмір сүрген болу керек деп толық тұжырымдаса болады. Өйткені олардың қазіргі тірліктері құлдық санадан аса алмай отыр.